Сырымды тірі пендеге айта алмаймын, сыртқа шашып жібереді. Ал сенде жан жоқ ақ қағаз, тіл де жоқ. Ешкімге айта алмайсың. Бар сырымды сол қалпында сіңіресің. Өзіңде риясыз досымның бары мені бақытты сезімге бөлейді. Армысыздар, құрметті көрермендерім. Бүгінгі әңгімемізді бастамас бұрын алдымен өздеріңізге зор алғысымды білдіре кеткім келеді. Өйткені үнемі өздеріңізден қолдау сезінемін. Үнемі жасаған дүниелеріме, ютубтағы жасаған дүниелеріме лайк басып, бөлісіп, пікір жазып жатасыздар. Сол үшін сіздерге көп рахмет айтқым келеді. Ал бүгінгі өздеріңізбен болатын әңгіме жалғыздық деген тақырыпта. Неге? Өйткені бұл тақырып адамзат өміріндегі күйіп тұрған өзекті мәселелердің бірі. Көп сөйлеу деген көп айту емес. Сондықтан сағыздай созып, көбіктей көпіртіп, алтын уақыттарыңызды рәсуа қылмай, мүмкіндігінше нақты, түсінікті, қысқа етіп жеткізуге тырысайын. Алдымен бүгінгі әңгімеміздің құрылымына тоқталып өтейік. Көбіміз жалғыздықпенен жалғызсырау дегенді шатастырып жатамыз. Бүгін біз осы жайларды тереңнен талқылайтын боламыз. Ал жалғыздық қорқынышты ма? Қалай ойлайсыздар? Жалғыздық қайдан пайда болады өзі? Оның негізгі себептері не? Тіпті жалғыздықтың пайдасы да болады екен. Ол жайында да бүгін әңгіме қозғаймыз. Жалғыздықтан қалай арылуға болады? Осы сауалдың жауабыменен бүгінгі әңгімемізді түйіндейтін боламыз. Ой толғауымыз бір жақты болмас деп үміттенемін. Әдеттегідей өздеріңіз ұнаса лайк басып, пікір қосып, комментарийге қалдырып отырыңыздар, бөлісіп қойыңыздар. Бұл сіздер үшін аса қиын емес, ал көрермендер үшін және мен үшін осы контенттің көптеп тарауына көмектесетін боласыздар. Жоспарлаған жұмысым өмірімнен де ұзақ, қауырт қимылдау керек-ау. Бос сөйлеп, алтын уақытымды ұрлайтын сөз орлардан қалай құтылсам екен? Бұл әлемнің қуыс кеуделерінен гөрі саналы тұрғындары сансыз көп өз әлемімді, кеудемдегі жарық дүниені кезгенім әлде қайда артық. Жалғыздық деген сөзді екі түрлі мағынада ұғуға болады. Бірінші мағынасы бір өзің жалғыз өмір сүру, ал екінші мағынасы өзіңмен өзің болу, яғни уединение. Өзіңмен өзің болудың жалғыз өмір сүруге немесе көппен бірге өмір сүруге еш қатысы жоқ. Егер адам жалғыз өмір сүргенде, мейлі жалғыз өмір сүрсін, мейлі көппен бірге өмір сүрсін, өзін нашар сезінсе, бұны жалғызсырау дейді. Бұл енді нағыз жалғыздық. Ал егер адам бір өзі өмір сүрген уақытта одан рахат табатын болса, мұны өзіңнің әлеміңе саяхаттау, өзіңмен өзің болу дейді. Мұндай күйді жалғызсырауға жатқызуға болмайды. Егде тартқан сайын адамның кеудесіне мәнді ой алып, жаңа мазмұнға ұласады екен. Ажалдың тірі символы болып күн кешкенше, қарттық сезімді мүмкіндігінше өзіңнен алыстатуға тырысқаның мың есе артық болар-ау деп ойлайтын болдым. Құдіретті құнды дүниелердің бәрі жалғыздықтан құралған. Талантты адам да, оның еңбегі де, оның өмірі де жалғыздықпен көмкеріледі. Оның жалғыздығын ешкім қайталай алмайды. Өмірден Жәркен Бөдешев деген дарынды ақын өткен. Ол өзінің жалғыздық деген поэмасында былай деп жырлайды. Жыр боп мәңгі қаларға, абай жалғыз қашанда. Абай жалғыз болғасын, екеу емес мағжанда. Аспанды бұлт торлайды, жауынсыз жер сорлайды, Абылай хан жалғыз болғасын, Бұхар екеу болмайды. Махамбет жалғыз құбылыс, Исатай оқыс бұрылыс деп жырлай келеді дағы. Сен де жалғыз батырсың, ер баукен, момыш әулеті дейді. Міне, осындай жалғыздар адамзатқа өзінің аса құнды құндылықтарын, еңбектерін қалдырып кетеді. Мұны ұлы жалғыздық дейді.
Ұлы жаратушының шексіз құдіретінде сондай, жер бетіндегі 8 миллиардқа жуық адамның әрқайсысын әртүрлі етіп, олардың табиғатын әртүрлі етіп жаратқан. Кейбіреулер бар, кез келген ортаны көтере алмайды, көпшіліктің арасында өздерін нашар сезінеді, жайсыз сезінеді. Ондай адамдарды интровенттер дейді. Ал олар тек өзіменен ортақ ойлы, тіл табыса алатын, ой табыса алатын, ой біріктіре алатын көзқарастары бірдей адамдардың ортасында ғана өздерін жайлы сезінеді. Ондай адамдар саяқ жүруді, өзімен өзі болуды, өз әлеміне өзі саяхаттап жүруді қалайды. Бұл әсіресе шығармашылық адамдардың көбісі интровенттер болып келеді. Адамға тамақ пен су қаншалықты қажет болса, оларға оқшау қалу, өзімен өзі болу соншалықты қажет, ауадай қажет. Бұлар оған тәуелді. Өмірде жалғыз қалудан қатты қорқатын адамдар болады. Тіпті өмірінің мәнін жоғалтып алады. Ондай адамдарды экстравенттер дейді. Осы екеуінің қайсысына жатасыз, өзіңіз ойланып көріңіз. Неге Құдай адамды жасы жеткен сайын ақыл парасатын шыңға шарықтатып, әл қуатын құзға құлдилата беретін болды екен? Жас кездегідей энергиясы шалқып тұрса, дана қарт тауды төңкерер еді-ау. Жалғыздық тақырыбын зерттеу барысында бір қызық жайларға тап болдым. Өз заманы жайлы таным түсінігі ерекше, пайым парасаты жоғары, ар-ожданы жоғары қоғамдағы болып жатқан құбылыстарменен келісе алмайтын адамдар қатты жалғызсырайды екен. Тіпті көз көрмейтін, құлақ естімейтін бір жақтарға кетіп қалғысы келіп тұрады екен. Ешкім қумаса да кетіп те қалатындар бар екен. Мұндайлар біздің заманымызға дейін болған, қазір де бар. Адамдардың ішінен адам іздеп жүріп аласырып өткен ақындарымыздың болғанын өздеріңіз білесіздер. Алысқа бармай-ақ қояйық, Мұхтар Мағауинді алыңыз. Егде тартқан жасында шетелде тұрып жатыр. Мұндай дарынды даралар басқаларға ұқсай да алмайды, бейімделе де алмайды. Қоғамда оларды көбінесе түсінбей жатады. Жалғыз өмір сүру қорқынышты емес, жалғызсырау қорқынышты. Цивилизациядан алыста, ен далада, көшпенді тірлік кешсе, жалғыз адамға әрине қиын болады. Бірақ қазір ондай заман емес қой. Барлық жағдай бар, шақырсаң жедел жәрдем жетіп келеді, тұрмыста бәрі автоматтандырылған, үй қызметшісін жалдауға да болады. Ендеше жалғыз өмір сүрудің несі қорқынышты? Қазір сіздің қолыңыздағы смартфоныңызда сондай қосымшалар бар. Сіздің ата-анасының қай жерде жүргенін, не істеп жүргенін, немен шұғылданып жатқанын, тіпті тамырының соғысына дейін бақылап отыратын қосымша бар. Оны балалары смартфондарына қосып қояды. Өмірдің мәні неде? Мына өмірге неге келдім, неге кетем деген сауалдың төңірегінде ойланбайтындар бар, өкінішке орай. Өмірлік миссиясын ұрпақ өрбітіп, қарын тойғызып, қамсыз өмір сүру деп қана ұғатындар бар. Міне осындай жандар жалғыз қалған уақытта зерігіп, істерге іс таппай, қатты шаршайды, рухани шаршайды. Ондайлар жақын жандармен бірге тұрып та жалғызсырайды. Өзі де шаршайды, айналасындағыларды шаршатып бітеді. Әсіресе қартайған шақта. Жақсы адам қартайса қазына, жаман адам қартайса қазымыр дегенді айтқан қазақ емеспіз бе? Міне осы жақсы адам дегеніміз өмірдің мәнін ұққан адамдар. Ондай адамдар төңірегіне шапағатын шашып жүреді. Ондай адамдар өмір бойы еңбектенумен өтеді, өзін дамытумен өтеді, өзгелердің де дамуына үлес қосуға тырысады. Айналасына шапағатын шашып, өнегелі өмір сүруге тырысады. Олардың тіпті жалғызсырауға уақыты да болмайды. Жұрттың бәріне жақсы қартайып бұйырса қанекей. Негізінде адамдардың бәрі жалғыз, бірақ біреу оны сезінеді, біреу сезінбейді. Ол күнде кәкір шүкірге толы қоларбасын зорға итеріп келіп, тротуар бойында сауда жасап отырады. Екі қолын екі жеңіне тығып алып, басын төмен салып жатқан күйі қалғып мүлгіп отырғаны. Сырт қарағанда біреу домалақтап орап, лақтыра салған үлкен түйіншек секілді.
етек жеңінің жақтауы желінген шоқпыт шапаны, тозық жеткен мәсісі, ұйпаланған орамалы туғаннан еншісіне бұйырғандай. 82-дегі Кейуананың 2 қыз, 1 ұлы бар деп естимін. Жалғызсырау деген ол адамның ішкі сезімі. Ол адамның жалғыз тұруына немесе көпшілікпен өмір сүруіне байланысты емес. Ешкіммен араласпаса да өзін бақытты сезінетіндер бар. Адамдармен араласа жүріп те, тіпті бала шағасының ортасында отырып та жалғыздықтың қасіретін тартатындар бар. Бірақ көпшілігі мұны, әсіресе біздің қазекеңдер, жасырын ұстауға тырысады, ұят санайды, сырттай сыпайы болып жүреді дағы, іштей концлагер болып жүреді. Өмірінде ішқұса болып жүрген жандар қаншама көп десеңізші. Барған сайын қоғамда жалғызсыраушылар көбейіп бара жатыр. Неге? Мұның 2 түрлі себебі бар. Бірінші себебі халықтың көпшілік басым бөлігі қалаларда өмір сүріп жатыр. Мысалы, Қазақстан халқының 62,4% қалаларда өмір сүреді екен. Бұл өткен жылғы 1 қазандағы статистикалық деректер. Көріп отырсыздар, халықтың 40%-ға да жетпейді ауылда өмір сүріп жатқандардың бөлігі. Енді осы халықтың қалада өмір сүріп жатқан бөлігінің тұрмыс салтын зерделеп көрейікші. Осы күні адамдар бір-бірінен араласпайтын болды. Көршілеріне кірмейді, тіпті қажет десеңіз танымайды да. Ал қоғам бұған назар аудармайды, өйткені оны қалыпты жай санайды. Бармасаң, келмесең, жат боларсың деген қазақта бүгінде бауырмалдық пен мейірім сарқылып бара жатыр. Яғни, оқшау өмір сүру, жалғыздықта өмір сүру барған сайын қоғамда қалыпты жайға айналып бара жатыр. Қалаларда бәрі адамдардың ыңғайлы жағдайда өмір сүруіне бейімделген. Табиғи тіршілікке орын жоқ. Адамдар табиғаттан алшақтап кетті. Есіңізге түсіріңізші, соңғы рет қашан бала шағаңызбен, еңбек ұжымыңызбен, дос жарандарыңызбен табиғаттың аясына шықтыңыз. Барған сайын адамдар табиғаттың құбылысын тамашалаудан мақұрым қалып бара жатыр. Гүлдің бүршік атқанын, жібек самалдың жанды аймалағанын, аспанда жүзген мақта бұлттардың ғажабын, ақырын ғана баяу жауып тұрған әппақ қардың қауырсын қанаттарын байқай алмаймыз. Қараш қандай ғажап, жапалақтап қар жауып тұр. Табиғатқа тән ғажайып құбылыстарды бастан аяқ процестерін байқай алмаймыз. Белгілі бір процестерді, үрдістерді өткізіп барып қана көреміз, өткізіп барып қана қараймыз. Ой, даланы қар басып қалыпты ғой дейміз. Осынау жапалақ қарда да жаңбыр секілді болып көрінеді маған. Жан болмаса да бір энергия бар болар-ау. Қардың да өзіндік функциясы бар ма екен? Әрине бар. Ауаны тазартады, жер ананың шөлін басады. Мен сияқты қылт еткен көріністен қуаныш іздейтіндерге бір сәттік болса да қуаныш сыйлайды. Ай, қандай тамаша! Орынды ұлпа қарға оранып алыпты. Жалп етіп үстіне отыра салсам екен. Сөз. Қараңыздар, табиғатта өзіндік ырғақ болады. Біз адамдар барған сайын сол ырғақты сезінуден қалып бара жатырмыз. Өйткені тас қабырғалардың ішіне қамалып алғанбыз. Терезенің түбінде сайраған құсты естімейміз. Көктемде қарлығаштың ұшып келгенін көрмейміз, тамашалай алмаймыз. Бұтадан бұтаға секіріп ойнап жүрген ұлпа құйрық ақтиындардың тамашасын қызықтай алмаймыз. Сөйте табиғатпен қауышу қабілетінен айырылады адамдар. Нәтижесінде өмірдің қуанышын қызықтау қабілетін жоғалтып алады. Осыдан келіп мінезде өзгеріс пайда болады. Қалай дейсіздер ғой? Адам ағзасында мелатонин деген гормон барын әрбір сауатты жан біледі. Бұл гормон адамның денсаулығын реттеп қана қоймайды, сонымен қатар тәуліктік, маусымдық мінез қалыптастырады. Ал мелатонин қай уақытта бөлініп шығады?
Шыны керек осы тақырыпты зерттегенге дейін мен де ойлайтынмын, мелатонин деген гормон тек ұйықтағанда ғана бөлініп шығады ғой деп. Сөйтсем олай емес екен. Мелатонин гормоны адам жаны рахатқа бөленгенде, рухы шаттанған кезде де бөлініп шығады екен. Ал адам жаны қай уақытта рахатқа бөленеді? Өнер туындыларын көргенде, тамашалағанда, қызықтағанда, театрға барғанда, киноға барғанда, тіпті мәні, мағынасы жоғары той тойлағанда да адам жаны шаттанады. Осы кезде де адамның ағзасында гормондар бөлініп шығады екен. Яғни мелатонин бөлініп шығады. Ал табиғаттан алшақтағанда сол гормондардың мөлшері азаяды. Тек ұйықтағанда ғана бөлініп шығады. Онда да уақытылы дұрыс ұйықтасаңыз. Ал біздің жастарымыз қалай ұйықтайды? Түнімен компьютерде отырады, күндіз ұйықтап жатады. Күндіз мелатонин гормоны бөлінбейді. Табиғатқа шықпайды, табиғаттан алшақтаған мелатонин гормоны не істейді? Бөлінбейді, мөлшері азаяды. Осының есебінен адамдардың денсаулығында сбой дейді, өзгеріс пайда болады. Мінезінде де өзгеріс пайда болады. Сөйтіп, адамның мінезі қалыптан ауытқи береді, жалғыздыққа бет ала береді. Санамда қордалана беретін қара қорым ойды, тілімнің майын, жүрегімнің жалынын жалдап, қағазға төгіп тастағаннан жаным жай табады. Ары қарай тұла бойым қауырсын күй кешіп, қол аяғым жерге тиместен аспандап кете берем. Жалғыздықтың үшінші себебі. 20 ғасырдың орта шенінде білім беру мәселесі тамақтану менен ұрпақ өрбіту мәселесімен тең деген пікір пайда болды. Ал біздің білім жүйесі қандай? Өздеріңіз білесіздер. Осы күні білім алу әркімнің жеке басының шаруасына айналды. Білім беру жүйесі адамдарды бірлесіп ойлауға, бірлесіп бір жаңа іс тындыруға үйретпейді, тәрбиелемейді. Осы білім беру жүйесі күрделенген сайын адамдар индивидуализмге бет бұрып бара жатыр. Осыдан келіп жалаң эгоизм, жалаң өзімшілдік пайда болуда. Білім беру жүйесі жеке бастың дамуына бағытталған. Ковид кезінде есіңізге алыңызшы, онлайн оқу деген пайда болды. Нәтижесінде адамдар бір-бірінен алшақтап, жалғыздыққа бет алды. Осы күні балалар көпшілікпен араласуды қаламайды. Естеріңізде ме? Ертерек кезде балалар аулада топтасып, топ-топ болып ойнап жүретін. Ал қазір ондай емес. Аулаларға шыға қалсаңыз тым-тырыс. Тек қана бірен-саран күтушілер ғана коляскадағы кішкентай балаларға ауа жұтқызу үшін далада жүреді. Көп балалар сыртқа шығуды қаламайды. Әрқайсысы өздерінің бөлмесіне тығылып алады дағы телефондарын, смартфондарын шұқылаумен отырады. Бұл әрине өте жаман нәрсе. Қорыта айтқанда, адамзат баласы бүгін қандай күйде? Табиғаттан алшақтады. Нәтижесінде ойлау жүйесінде тежеу, мінез құлқында жалғыздыққа бет бұру процесі пайда болды. Көрініс тапқан. Денсаулығында да ауытқушылық, сбой пайда болған. Адамдар өмірдің нағыз ғажабын сезіне алмайтын болып қалды. Есесіне торығу, шаршау, күйзеліс үдеп бара жатыр. Міне осылардың бәрі жалғыздық тартатын адамдардың қатарын көбейте түсуде. Өткеніңді білетін, болашағыңа сенетін, және дәл қазір қандайсың тура сол күйіңде қабылдайтындар жоқтың қасы. Өткенімен ешкімнің шаруасы жоқ. Болашағың не болса ол болсын. Байлығың мен лауазымың болмаса, ең керексіз адамсың. Адамдар бір-бірінен алыстап барады. Жалғыздық әртүрлі болады. Біріншісі, жалғыз жортқан данышпандар. Зерттеулер көрсеткендей, осындай 100 данышпанның 7-еуі ғана өзінің потенциалын шығара алады екен.
сыртқа шығаруын шығарады, бірақ өмірге енгізе алмайды екен. Міне осы тұста Силикон даласы секілді үлкен компаниялар пайда болады. Бірдей ойлайтын, екі немесе одан да көп адамдар бірігіп, ақыл қоса отырып, ғылымды дамытады, жаңа технологиялар ойлап табады. Жалғыздықтың екінші түрі. Бұл қоғамнан алыстамайтын талантты жандар. Оларды ғылымда перфекционистер дейді. Ондай адамдар қоғамның ортасында жүріп, өмір сүрудің озық үлгілерін көрсетеді. Өмірдің жаңа сапасын алға тартады. Ондай адамдар қандай істі қолға алмасын жеріне жеткізіп орындайды. Жалғыздықтың үшінші түрі. Бетегеден биік, жусаннан аласа бола жүріп, байқаусыз тіршілік кешетін адамдар болады. Олар көзге түсе бермейді көп. Бірақ аяқ астынан кенеттен бір ауыр жағдайлар бола қалса, мысалы техногендік апаттар бола қалса, ондай адамдар өз еркімен белсенділік танытып, айналасындағыларды сол кризистен шығаруға тырысады. Мұндайды ғылымда кризис менеджерлер деп атайды. Басқаша айтқанда, бұл бүгінгі күннің батырлары. Естеріңізде ме, өртеніп жатқан үйдің ішінен өзінің өмірін тәуекелге тігіп, анау өрттің ішіндегі адамдарды аман алып шығатын адамдар. Міне, бұлар нағыз бүгінгі күннің батырлары. Ал жағдай реттелгеннен кейін олар назардан тыс шығып, кәдімгі қалыпты өмірін сүріп жүре береді. Мұндайлар адамзаттың алтын қорындағы жеке даралар. Еркінен тыс жалғыздыққа ұшырайтындар бар. Бұлар жақындарын, дүние мүлкін, үй жайын жоғалтқандар. Ғылымда мұндайды тастандылар деп атайды екен. Жалғыздықтың тағы бір түрі жоғарыда мен айтқан мысалға келтірген жандар. Бақытты болып көрінуге тырысатын, бірақ бақытты бола алмайтындар, іштен тынатындар. Былайша айтқанда жалған намыстылар. Яғни жақындарының жанында жүріп, жалғыздыққа шыдайтындар. Көрдіңіздер ме, 21 ғасырдағы жалғыздықтың реестрі соншама ұзын. Ендеше айтайық, жалғыздықтың пайдалы жақтарын. Несімен жақсы екен, несімен пайдалы екен. Артур Шопенгауэр деген данышпан өткен дүниеден. Сол кісі айтыпты, адам жалғыздықта ғана өзіне қайтып оралады деп. Ал Жәркен Бөдешев деген ақын былай дейді, жалғыздық Құдайдан кейін ақынға ғана жарасады дейді. Ал бұған не дейсіздер? Демек, жалғыздықтың адамға да жарасатын кездері болады. Пайдалы жақтары да бар деген сөз. Жалғыздықтың пайдасы бар екендігін психолог мамандар да растайды. Қалай сонда дейсіздер ғой? Ол былай екен. Бірінші пайдасы. Адамның бақытты болуы үшін ең бірінші не керек? Адамға жан тыныштығы керек. Жанның тыныш болмаса, дүниенің жарқыл-жұрқылынан пайда жоқ. Келісесіздер ғой? Келісесіздер деп ойлаймын. Көпшілігіңіз бұған тіпті қос қолдап келісесіздер. Ал жалғыз өмір сүрген адамның жаны тыныш, жағасы бос, көңілі алаңсыз болады. Бұл ең басты пайдасы. Екінші пайдасы. Жалғыз адамда ішкі бостандық болады. Еркін ойлап, еркін шешім қабылдау мүмкіншілігі бар. Жалғыздықта қоғамға, ортаға бейімделген өмірмен емес, өзіңіз қалаған өмірмен өмір сүресіз, тіршілік кешесіз. Жалғыздықта жаңа идеялар туады. Әсіресе шығармашылық адамдарының, жазушылардың, суретшілердің, композиторлардың жалғыздықта небір ғажап туындылары дүниеге келетіні осыдан болса керек. Жалғыз болғанда адам болмыста жасырын жатқан қасиеттері оянады, ашылады. Ашылып қана қоймайды, дами түседі. Рухани да, физикалық та шыңдалады екен. Бұл қалай дейсіздер ғой?
иек артар ешкімнің жоқтығын сезген уақытта адам өзіне ғана үміт артады. Басқа ешкімнен көмек күтпейді. Нәтижесінде жеке тұлғаның ішкі мүмкіншіліктері, ұйқыдағы жатқан кейбір қабілеттері, осы уақытқа дейін белгісіз болып келген қабілеттер оянады. Шығармашылық қуаты да шыңдала түседі. Жалғыздық адамды жинақы жүруге, нәтижелі істерге бейімдейді. Бұл не деген сөз? Сіз жалғызсыз, көмектесетін ешкім жоқ. Күшіңізді ысырап жасамауға тырысасыз. Нәтижесі шығатын істі ғана қолға аласыз. Қаласаңыз да, қаламасаңыз да жинақы жүруге, қолға алған істен нәтиже шығаруға бейімделесіз. Жалғыздықта сіз өзіңізді өзіңіз ғана бағалайтын мүмкіншілікке ие боласыз. Бұл не деген сөз? Адам жалғыз қалғанда бар күшін сарқа алға ұмтылады. Сонда барып, анау белгілі бір шаруаны атқарып шыға ала ма, шыға алмай ма, өзінің күшін біледі. Мынаған менің күшім жетеді екен ғой, қауқарым келеді екен ғой, әлім жетеді екен ғой деп өзін өзі бағалай алады. Ал көпшілікпен бірге жүрген уақытта бұлай көпшілікпен бірге атқарадағы жұмысты өзінің нақты мүмкіншілігін бағалай алмауы мүмкін. Ал жалғыз қалғанда бұл тайға таңба басқандай көрініп тұрады. Не қолға алған шаруаңызды қатырып орындап шығасыз, не болмаса қауқарыңыз жетпей тұрайып жатып қаласыз деген сөз. Адамның өзін өзі бағалау деген осы. Бойында табиғат берген қаламгерлік мол қуат болмағасын, қанша тыраштанса да тілінде дәм, ойында нәр жоқ, көп жазғыштың бірі болып жүргендер бар. Айналасындағылардың қойған көпшігінен көзі кілегейленіп, өз шамасын таразылай алмайтындар үшін кәдімгідей қысылам. Жалғыз қалған уақытта адамның бойындағы өз потенциалын барлығын толық шығару мүмкіншілігі бар. Өйткені сол бар күшіңізді жұмсағанда ғана сіз нәтижеге қол жеткізетініңізді білесіз. Ал қоғаммен араласқанда потенциалының 4/3 бөлігін шығара алмайды екен. Неге дейсіздер ғой? Өйткені ол жалғыз жүрген жоқ, адамдардың арасында жүр, адамдардың потенциалына бейімделуі керек, бөліктенбеуі керек, көпшіліктің потенциалы ыңғайына бейімделеді. Адам саналы түрде осындай күйді қабылдап, осындай күйдің сауытына оранып, және оны қалыпты жай деп қабылдауға мәжбүр болады. Мұндай мәжбүрлік адамды белгілі бір диссонанс қалып келеді. Психологиялық дискомфортқа, күйзеліске ұшыратады. Жалғыздықтың 5-ші пайдасы. Адам өзінің болашағын бөтен жанның ықпалынсыз, өз деңгейінен терең талдауға, терең ойлауға, өзімен өзі ақылдасуға, өз жүрегін тыңдауға мүмкіншілік алады. Білесіз бе, адамның ең адал досы да, ең адал ақылшысы да өзі. Жалғыздық сол өзіңді табуға көмектеседі. Өз жүрегіңді тыңдауға, қалауыңды білуге, өмірлік бағытыңды таңдауға мүмкіндік туғызады. Міне, жалғыздықтың осындай пайдалары бар екен. Ең бастысы, дейді психологтар, жалғыз өмір сүріп жатырмын екен-ау, мен жалғыз қалыппын-ау деп өзіңізді еш уақытта кінәлаушы болмаңыз. Қанша дегенмен адам қоғамда өмір сүруге жаралған жан иесі. Адамға социум керек. Тағдыр менің де маңдайыма өмірімнің белгілі бір кезеңінде жалғыз өмір сүруді, бірақ жалғызсырамауды жазыпты. Шүкір демеске не. Рас, алғашында өте қиын болды. Ай мен күннің аманында өмірімнен мән кетті. Күтпеген жерден жақын жандарымнан ажырап, әлемді жайлаған қараңғылық пен үнсіздікте жалғыз қалдым. Бір сәтте түгім қалмай өртеніп, сүйегім күлге айналды. Көрпеге басымды тығып алып, жүректі сыздатқан қою мұңға оранып жатып, енді қайтып тірілу үшін
самұрық құсқа айналуым керек шығар ау деп ойладым. Алдымда екі таңдау тұрды. Біріншісі, бұған дейін өзімнен бөлек тұрып жатқан ұлымның отбасымен бірге тұру, болмаса екінші таңдауым бұл жағдайдан өз күшіммен шығуым керек болды. Мен екінші жолды таңдадым. Неге дейсіздер ғой? Бірінші жолды таңдағанда не болатын еді? Ұлым мен келінім, немерелерім барлығы менің асты үстіме түсіп, мүсіркеп, аяушылық танытып, құрақ ұшар еді. Мен мұны мүлде қаламадым. Неге? Біріншіден, босаңсыған үстіне босаңси түсетін едім. Ішкі потенциалымды жоғалтып, рухани жағынан да, физикалық жағынан да әлсірей беретін едім. Тәуелді болатын едім. Мүсіркеуді қалыпты жай деп қабылдайтын едім. Санамда масылдық мінез пайда болатын еді. Бұл мен үшін өзімді өзім жоғалтумен тең еді. Екіншіден, балаларымның еркіндігіне қол сұққым келмеді. Өзімде еркін өмір сүргім келді, өз қалауымша. Ақыры мен екінші жолды таңдадым. Еңсемді езген жалғызсыраудан өз күшімменен құтылдым. Әлеуметтік кризистен өз күшіммен шықтым. Адам деген алып күш екеніне, өзім дегенде өгіз қара күші болатынына көзім жетті. Адам бәріне көнеді, бәріне төзеді, бәрінде көтереді. Ницшенің айтқандарын қазақшаға аударатын болсақ, Алла тағала адамға көтере алмайтын салмақ артпайды. Бүгін осымен екінші адамнан қайтадан тұрмысқа шығу туралы ұсыныс түсті. Қамқорлыққа лайық екем. Өзің айтшы, қағаз, өмірімде бөтеннің қамқорлығынан дәметіп көрген жанға ұқсаймын ба? Ол не қамқорлық деген? Аяғым жүреді, көзім көреді, басымда орнында, дүнием түгел. Неге маған біреу қамқорлық жасау керек? Жалғыздық дерті турламас үшін дейсің бе? Сен бар емессің бе, ақ қағаз? Сенен берік сырласты, сендей адал досты қайдан таппақпын? Әрине, ол кезде мен бұдан да әлдеқайда жас болатынмын, бірге уақыт өткізетін адамды табуда қиын емес еді, бірақ мен жалғызсырамаудың басқа жолдарын істедім. Сонымен жалғыз өмір сүріп, жалғызсырамаудың жолдары қандай? Алдымен тағдырдың басқа салғанына көнуге тырысыңыз. Айналаңызға көз тастаңыз, өзіңіз секілді жалғыз тұрып жатқандардың бар екенін, тіпті көп екенін мойындаңыз. Дамыған елдерде 3 адамның бірі жалғыз тұрады. Қалайық мейлі, қаламайық мейлі, біз де соған келе жатырмыз. Мәселе жалғыз тұруда емес, мәселе жалғызсырамауда. Уақытты жоспарлап, айналысатын іс табу жалғызсырамаудың ең тиімді әдісі. Түк таппаған жағдайда өмір сүрген ортаңызды айнадай етіп тазартып қоюды күнделікті әдетіңізге айналдырыңыз. Бұл өзіңіз үшін де, өзгелер үшін де өте пайдалы. Оқу, тоқу, көру, жазу, спортпен, шығармашылықпен айналысудың пайдалы екенін мен айтпасам да білесіздер. Жақсы ниетте болып, өмірдің жақсы жақтарын тамашалауға тырысу, табиғаттан рухани пана табу, бүгінгі адамзат баласына ауадай қажет әрекеттер. Жалғызсырау сезімнен құтылудың тағы бір тиімді жолы жаңа нәрселермен танысу. Бұрын білмеген, көрмеген, естімеген нәрсені меңгеру. Мысалы, мен осы жасымда ағылшын тілін үйренуді қолға алып жатырмын. Lake, көл. Ал енді әр сөздің дұрыс транскрипциясын және аудармасын табыңыз. Time, home, lake. Міндетті түрде транскрипцияға мән беруді ұмытпаңыздар. Ал енді саяхатқа шығатын болсаңыз, нағыз жан рахатын сонда табасыз. Бұл міндетті түрде шет елге шығу деген сөз емес, өзіміздің елде де керемет тамаша табиғат орталары бар, табиғат орындары бар. Міне соларға да саяхаттап қайтуыңызға болады. Тіпті түк таппасаңыз, ағайын туғаныңызды, дос жараныңызды, жақындарыңызды қыдырып бір сергіп қайтыңыз.
Қысқасы, жаныңыз қалаған іспен айналысыңыз. Әйтеуір қол қусырып үйде қарап отырып қалмаңыз. Шынтуайтына келгенде адамдардың бәрі жалғыз. Өмірге адам жалғыз келіп, жалғыз кетеді. Сөз соңында мына бір нәрсені айта кетсем деп едім. Егер шығармашылық адамы өзінің сүйген ісін өмірінің мәніне айналдыраса, онда тау қопыратындай күш пайда болады екен. Бүтіндей бір шығармашылық топтың атқаратын шаруасын бір өзі атқара алады екен. Мен осыны оқыдым. Өзі сценарийдің авторы, өзі режиссері, режиссердің көмекшісі, операторы, жарық қоюшы, бейне инженері, жүргізушісі бола алады екен. Ал енді өздеріңіз ойлап қараңыздаршы, осындай адамның жалғызсырауға уақытысы бар ма? Ендеше жалғызсырамайық достар. Сау болыңыздар.